Балақай, мектепке барғанда әдемі жазу үшін қазірден бастап жаттыға бер. Ол үшін сенің жазу жолдары бар дәптерің болу керек. Сиқырлы қалам жазған әріптерді сен де жазып отырсаң, еш қиналмайсың. Сен өте ақылды баласың. Сондықтан бастаған істі аяқсыз қалдырмайтыныңа сенемін. Іске сәт. Ал енді д дыбысын айтып көр. Д. Бұл дыбыс та дауыссыз. Мысалы, топ, дәрігер, дәптер, дельфин сөздері д дыбысынан басталады. Топ, дәрігер, дәптер, дельфин